Оқиға Грециядағы мұражайдан басталады. Онда гид келушілер тобына ежелгі мифтерді түсіндіреді. Ең ерекше экспонат Гомердің аңыздарымен байланысты ежелгі қызметкерлер. Онда барлық құдайлардың күші бар деп есептеледі. Кенеттен спартандық сауыт киген екі адам ішке кіріп, шыны витринаны сындырып, бүкіл мұражайға зақым келтірді. Дабыл жаңғырығы бүкіл мұражайға тарады. Олар дулығаларын шешкенде, олардың Атлас, Геспера және Калипсоның қыздары екені белгілі болды. Олар аяқтарды ұстаған сәтте денелеріне орасан зор энергия қайта оралады. Жылдар бойы ұйықтап жатқан күш кенет босап кеткендей. Бір секундты да босқа өткізбей, Калипсо өзінің сиқырлы күшін пайдаланады. Күзетшілерді бақылауға алу үшін бірте-бірте мұражайдың барлық қызметкерлері оның қол астына өтіп, адамдар үрейленіп, қорқып, қашып кете бастайды. Дәл осы кезде мұражайдың қауіпсіздік жүйесі іске қосылып, барлық шығуларды жауып тастайды. Ал қазір Геспера өз күшін пайдаланып, мұражайдағы мәрмәр мүсіндерді жандандыруда. Бұл мүсіндер адамдарды ұстап алып, оларды орнында ұстай бастайды. Бұл оларды экспонаттың бір бөлігіне айналдырады. Сабырлы түрде Геспера әпкесіне адамдар супер қаһарман бола алатынын айтады. Бірақ күннің соңында олар әлі де адам болып қала береді. Және олар сиқыршыны бағаламауы керек, өйткені ол өз чемпиондарын мұқият таңдаған болуы керек. Екінші жағынан, Филадельфияда Билли Битсон супер қаһарман Шазам ретінде дәрігердің клиникасында отырып, терапия сеансы сияқты өз сезімдері туралы айтып жатыр. Билли отбасының одан бірте-бірте алыстап бара жатқанына қатты алаңдайды. Қазір әркім өз өмірімен өмір сүргісі келеді, және енді ешкім қылмыспен үнемі бірге күрескісі келмейді. Бұл оны қатты ренжітеді, өйткені ол өзі үшін бәрінен де маңыздырақ адамдарды жоғалтып алғандай сезінеді. Терапия сеансынан кейін Билли Битсон үйіне оралып, бейне ойындар ойнау арқылы өзін тыныштандыруға тырысады. Дәл осы сәтте ол ағасы Фредди Фриманның ештеңе айтпастан тыныш кетіп бара жатқанын байқайды. Бірдеңе дұрыс емес деп күдіктенген Билли телефонды алып, радиодан полицияның ескертуін естиді. Көпірде үлкен апат болды. Уақытты босқа өткізбей, Билли бүкіл экипажына қоңырау шалады, және олардың барлығы Бенджамин Франклин көпіріне асығады. Ондағы жағдай өте қауіпті. Өрт сөндіру көлігі аударылып, үлкен жарылыс болды, және бүкіл көпір кез келген уақытта құлап кетуі мүмкін сияқты дірілдеп тұр. Болат кабельдер бірінен соң бірі үзіліп, жол бөліктерге бөлініп, көліктер ақырындап шетіне қарай сырғып, төмендегі өзенге құлап кетуге дайын. Шазам отбасы бірден әрекетке кіріседі. Олар бірге адамдарды көліктерінен шығарып, қауіпсіз жерге апара бастайды. Педро барлық күшін пайдаланып, үзілген кабельдерді жалғауға тырысады. Бірақ ол жөндеген әрбір кабельде көбірек үзілістер болады. Енді көпірді құтқару мүмкін емес екені белгілі болды. Көп күш жігерден кейін олар барлығын құтқарып үлгерді, және бірнеше минуттан кейін бүкіл көпір төмендегі өзенге құлады. Мұны көріп отырып, Билли, егер олардың командасы бірқалыпты жұмыс істесе, бұл апаттың алдын алуға болатынын түсінеді. Осыдан кейін Билли тиісті топ жиналысын өткізу керек деп шешеді. Ол Евгений Чойды іздеуге барады. Ол тағдыр бөлмесі деп аталатын жерді әртүрлі әлемдерге порталдармен толтырылған кеңістікті зерттеп жатыр. Іздеу кезінде Билли алып құбыжықтың Евгенийді есіктен лақтырып жібергенін көреді. Билли оны еш ойланбастан ұстап алып, тікелей мәжіліс залына апарады. Билли қазір командаға олардың әрқайсысының не істеп жатқанын және қалай түзетуге болатынын түсіндіруге бар ынтасымен тырысуда, бірақ оны ешкім байыппен қабылдамайды. Мэри Бромфилд әлі күнге дейін өз кітабымен айналысады. Фредди кешірім сұрап кетіп қалады, ал Евгений душ қабылдау керек екенін айтады. Өйткені құбыжықтың сілекейі оның терісін күйдіреді. Барлығы бірінен соң бірі кетіп қалады. Ақырында Билли жалғыз қалады. Әлі де өзімен сөйлеседі. Мектепте Фредди Фриман дәлізден өтіп бара жатып, кездейсоқ өз сыныбын іздеп жүрген жаңа қыз Аннаға тап болады. және оның қасында жүреді. Бірақ дәл осы сәтте бір топ бұзақылар пайда болып, оны мазақтай бастайды. Олар тіпті оның балдағын сындырды. Жағдай ушығып кетпес бұрын мұғалім келіп, оларды тоқтатады. Осыдан кейін Фредди Аннаны таңқалдыру үшін барын салады. Ол барлық супер қаһармандардың жақын досы екенін айтып, үлкен мәлімдемелер жасай бастайды. Ол тіпті Суперменнің бір күні онымен бірге мектеп асханасында түскі ас ішкенін айтуға дейін барды. Ол оған әсер ету үшін кез келген нәрсені айтатыны анық. Екінші жағынан, құдайлар патшалығында Гесперус пен Калипсо сиқыршы Шазамды тұтқында ұстаған жерге жетті. Олар оған қазір тапқан сынған таяғын көрсетіп, барлық күштерінің қайтып оралғанын айтады. Содан кейін олар өз күштерін пайдаланып, сиқыршыны таяқтың екі жартысын бір жола біріктіруге мәжбүр етеді. Сиқыршы бас тартуға тырысады, бірақ оларға қарсы күші жоқ. Қызметкерлер қалпына келтірілгеннен кейін ол оны қайтарып алуға тырысады, бірақ Геспера оны үлкен күшпен қуып жібереді. Бірақ бұл бейберекетсіздікте сиқыршы қолындағы таяқтың кішкене бөлігін байқамай жасырып, сиқырды тыныш айта алады. Көп ұзамай Парижде Билли Битсон Вандер Вуманмен кешкі ас ішіп отыр. Басында бәрі қалыпты болып көрінеді, бірақ кенеттен Вандер Вуманның бет әлпеті өзгеріп, ол арқылы сиқыршы Биллимен сөйлесе бастайды. Ол оған Атластың бүкіл әлемді жаулап алғысы келетін қыздарының келе жатқанын және оның отбасына да қауіп төніп тұрғанын ескертеді. Ол оларды қалай тоқтатуға болатынын айтқысы келеді, бірақ кенеттен сиқыр жоғалып, бәрі жоғалады. Билли жаңа ғана болған оқиғаның шындық екенін немесе жай ғана арман екенін түсіне алмай, шындыққа қайта оралады. Келесі күні таңертең мектепте Фредди Фриман асханада отырғанда Ен қайта пайда болып, оны супер қаһармандармен кешкі ас ішкен жерге апаруын өтінеді. Фредди әлі де не айтарын ойлап отыр. Кенеттен Билли пайда болып, оны тез арада алып кетеді. Өйткені шұғыл жинал шақырылды. Барлық бауырлар жиналып жатқанда Билли оларға сиқыршы берген ескерту туралы айтып береді. Ол сондай-ақ Атластың қыздары туралы ақпаратты интернеттен табуға тырысқанын, бірақ көптеген пайдалы ақпаратты таба алмағанын айтады. Дәл сол кезде Педро оларға көмектесетін жерді білетінін айтты. Ол барлығын мәңгілік жартастың ішіндегі жасырын жолмен жүргізеді. Бұл жол оларды кез келген қарапайым кітапханаға ұқсамайтын үлкен және жұмбақ кітапханаға апарады. Онда олар бүкіл ғалам туралы білімі бар Стив есімді сиқырлы қаламды табады. Билли одан Атластың қыздары туралы сұрайды, ал қалам бірден өздігінен жаза бастайды. Кітапханадағы олар туралы ақпараты бар барлық кітаптарды тізімдейді. Екінші жағынан, Фредди Аннаны мектептің төбесіне алып келеді. Бұл жолы ол оны таңқалдыру үшін маңызды екі рет ойланбастан, ол бұрышқа барып, өзінің супер қаһарманына айналу үшін өзінің қабілеттерін пайдаланады. Қайтып оралғанда, ол өзін және осы супер қаһарманды екі түрлі адам және өте жақсы дос ретінде көрсетеді. Бірақ шын мәнінде олар бір адам. Осы уақытта кітапханаға оралғанда, отбасының қалған мүшелері шынымен не болып жатқанын түсіне бастайды. Бұл ақпарат ежелгі мәтіндерді оқи отырып, Мэри Бромфилд қызметкерлерді бастапқыда Атластың өзі жасағанын және оның өмір ағашының ағашынан жасалған. Бұл қызметкерлердің жай ғана қару емес,
оның ішінде әртүрлі тіршілік иелерінің құдайлардың күштерін жинай алатын сиқырлы батарея түрі екенін түсінді. Сондықтан оның күші өте қауіпті. Сондай-ақ кітаптардан құдайлар мен титандар арасындағы ежелгі соғыс қызметкерлерді бақылауға алғанын білуге болады. Олар ондағы құдайлардың күштерін қоршап алып, оларды таңдаған адамға берді. Билли Битсон мен оның отбасының күштері бастапқыда осы жерден шыққан. Дәл осы сәтте теледидардан Грециядағы мұражайға жасалған шабуыл туралы жаңалықтар көрсетіле бастады. Барлығы бірден мұның артында Атластың қыздары тұр деп күдіктене бастады. Содан кейін Педро Пена маңызды нәрсені байқайды. Атластың 2 емес 3 қызы болды. Геспера мен Калипсо мұражайда бұрыннан бар, бірақ кенже қызының есімі Антея. Билли бұл есімді естіген сәтте оның басынан бірдеңе шертеді. Ол Фредди Энн туралы айтқан жаңа қызды есіне алады. Мен Калипсо Фредди Фриман әлі тұрған мектептің төбесіне келеді. Геспера Фреддиді таяғымен кеудесіне қатты ұрады. Дәл осы сәтте оның суперқаһарман формасы жоғалып кетеді. Ол өзінің әдеттегі дәрменсіз күйіне оралады. Ол қайтадан өзгеруге тырысады, бірақ ештеңе болмайды. Оның күші толығымен таусылды. Геспера оны жерге лақтырып, отбасының қалған мүшелерінің қайда екенін айтуды талап етеді. Осы кезде Калипсо басын көтеріп, алыстан Биллидің оларға қарай ұшып бара жатқанын байқайды. Енді олардан ештеңе сұраудың қажеті жоқ. Кенеттен шын мәнінде Антея болып табылатын Энн өзінің шынайы қабілеттерін ашады. Ол айналадағы ғимараттарды бүгіп, бүкіл қоршаған ортаны бұрмалайды. Ал Билли тікелей қабырғаға соғылады. Оның басқа бауырлары да келеді. Қазір бүкіл Шазам отбасы бірге тұр. Калипсо оларды бірден барлық қабілеттерінен айырғысы келеді. Бірақ Геспера мен Антея оны тоқтатады. Олардың шынайы мақсаты өмірдің тұқымы және олар алаңдағысы келмейді. Содан кейін Гесперус Фреддиді ұстап алып, аспанға ұшып, бүкіл қаланың айналасында үлкен сиқырлы күмбез жасап, ішіндегі барлық нәрсені жасырады. Билли бар күшін салып, күмбезді найзағаймен ұрады, бірақ бұл ешқандай әсер етпейді. Енді Билли дәрменсіз тұрып, күмбездің ішінде жоғалып бара жатқан ағасы Фреддиді ғана көре алады. Фреддидің құдайлар патшалығында Фриман есін жиып, қараңғы зынданда оның қасында сиқыршы Шазам да тұтқында. Фредди бірден қашудың жолын іздей бастайды, бірақ сиқыршы оған тыныш түрде үміт жоқ екенін айтады. Өйткені ол бар күшін Билли Батсонға беріп қойған. Екінші жағынан түсіне сиқырлы кітапханаға апарады. Онда Стив есімді қалам оларға арнайы сиқырлы шиыршықтарды береді. Бұл шиыршықтар хабарлама жазылған бойда қағаз құстарға айналады және олар кімге арналғанына қарай ұшады. Бұл арада Геспера Фреддиді басқа суперқаһармандардың шынайы болмысын ашуға мәжбүрлеуге тырысады. Бірақ Фредди ештеңе айтудан бас тартады. Содан кейін Калипсо өзінің қауіпті сиқырын пайдаланып, оны азаптап, оның еркін бұзады. Бірақ Фредди бәріне шыдайды және әлі де ештеңе айтпайды. Кенет оған Билли жіберген қағаз құс ұшып келеді. Геспера хабарламаны оқып, Калипсоға тоқтауды босатылса, барлық бес батыр да өз қабілеттерінен бас тартады. Калипсо бірден келіседі, бірақ айлакерлікпен күзетшілеріне Фредди мен сиқыршыны Ладон есімді қорқынышты тіршілік иесі өмір сүретін терең шұңқырға тастауды бұйырады. Бұл құбыжық адамдарға қарап, адам төзгісіз қорқыныш ұялатады. Жаратылыс Фреддиге жақындағанда, Антея бір қадам алға жылжиды. Фреддимен бірге уақыт өткізгеннен кейін, оның бойында адамгершілік ояна бастады және ол оның өліп жатқанын көре алмайды. Ол екеуін де құтқарып, лабиринтте қалдырады. Оларға қайтып оралмас бұрын шығудың орталықта екенін тез хабарлайды. Осы уақытта жерде Билли Гесперамен тікелей бетпе-бет келіп, Фреддиді босатып, қаланың айналасындағы күмбезді алып тастауды талап етеді. Бірақ Геспера үзілді-кесілді бас тартады және оның орнына өзінің барлық билігін талап етеді. Билли отбасына қоңырау шалып жатыр, бірақ Калипсо дайын. Ол кенеттен Педро Пеносқа шабуыл жасап, оны таяқпен ұрып, оның барлық күшін тартып алды. Дәл осы сәтте Дарла Дадли оның назарын аударып, Евгений Чой найзағаймен шабуылдады. Бірақ Геспераны Билли қатты тепкілеп, Евгений мен Дарланы бір қимылмен тоқтатады. Билли бас тартудан бас тартады. Ол бар күшімен аспанға жоғары көтеріледі. Содан кейін бар жылдамдықпен Геспераға құлап, астындағы жерді шайқап, бауырларын қайтадан босатады. Енді жер астындағы шайқас одан да қауіпті бола бастады. Гесперус Билли Батсонды бағанаға күшпен басып, олардың айналасындағы қабырғаларды жарып жіберді. Дәл осы сәтте Мэри Бромфилд пен Дарла Дадли келіп, Гесперусты жерге тіреді. Билли осы сәтті пайдаланып, оны бар күшімен ұрады, бірақ Геспера тез шығып кетеді. Ол Мэри мен Дарланы темір сыммен орап, ауыр ағаш жәшікті Биллиге лақтырып жібереді де, оны бөлменің арғы жағына ұшып жібереді. Осыдан кейін Геспер Биллиді ұстап алып, оны қабырғаға бірнеше рет ұрады. Әр соққан сайын ол одан сайын жарылып кетеді. Содан кейін ол өзінің күшін пайдаланып, металл мен қоқыстардың үлкен сферасын жасап, оны Биллиге лақтырады. Бірақ Билли соңғы секундта жалтарып кетті. Ал шар тікелей Геспераға соғылды. Осы мүмкіндікті пайдаланып, Билли оны ұстап алып, жасырын жолмен мәңгілік жартасқа сүйреп апарады. Сонда ол қамалып қалады. Менің жоспарым пісіп жетілді. Геспера Фредди Фриманның орнына босатылады. Бірақ олар Геспераның әлі де өз күштері бар екенін түсінбейді және ол мұны істеп үлгерді. Түрме есігін ерітіп қашып кетті. Дарла тексеруге келгенде камера бос және бәрі бірдеңе дұрыс емес екенін түсінеді. Осы уақытта Геспера лабиринтке жетеді. Онда Фредди мен сиқыршы Шазам тығырықтан шығудың жолын табуға тырысады. Кенет Геспера қалтасынан алма алып шығады. Бірақ бұл сіздің орташа жемісіңіз емес. Бұл темес қолдарға түсіп кетсе, бұл жаппай қырып жоюға әкелуі мүмкін екенін түсінеді. Ол негізгі залға жеткенде Геспера ұрықты әпкелеріне көрсетеді. Олардың жоспары оны құдайлар патшалығын бұрынғы даңқына қайтару үшін пайдалану. Бірақ Калипсоның ойында әлдеқайда қауіпті нәрсе бар. Ол жер бетінде ағаш өсіргісі келеді. Бұл планетаның толығымен жойылуына әкелуі мүмкін. Осы уақытта Билли және оның командасы Геспераның артынан қуып келеді. Фредди мүсіннің артына тығылып, мүмкіндігі болған бойда ұрықты тартып алуға тырысады. Бірақ кездейсоқ бірдеңені түсіріп алады және бұл шу оған барлығының назарын аударады. Геспера шабуыл жасамақшы болды, бірақ кенеттен біртүрлі дыбыс залда жаңғырып, барлығының назарын қысқа уақытта аударды. Осы мүмкіндікті пайдаланып, сиқыршы таяқты тартып алуға тырысады, бірақ оны жеңе алмайды және ол тікелей Калипсоға қарай ұшып бара жатқанда оның қолынан сырғып кетеді. Осы бейберекетсіздіктің ортасында Фредди Фриман осы сәтті пайдаланып, таяғын балдағымен ақырын түртеді. Кенеттен оның барлық күші оған қайта оралады. Ол бірден өмір ағашының жемісін алып қашып кетеді. Калипсо ашуланып, қызметкерлерді Геспераға беруден бас тартады. Оның орнына ол қауіпті айдаһар батырларды қуа бастайды. Бүкіл Шазам отбасы мәңгілік жартастан аспанға ұшады, бірақ айдаһар оларды қуа береді. Олар тыныс алу және жоспар құру үшін полигонға түседі. Бірақ Калипсо да сол жерге келіп, Фредди, Евгений Чой және Дарла Дадлидің күштерін бір соққымен алып кетеді. Осы кезде Билли Батсон тез шешім қабылдайды. Ол жемісті аспанға лақтырады. Ал Мэри Бромфилд оны ұстап алып, Калипсоның назарын аудару үшін та ұшады. Калипсо оның артынан жүгіреді. Мэри қашуға тырысады, бірақ соңында Калипсоның қызметкерлері оған тиіп, оның барлық күштері ауада ұшып кетеді. Ол құлай бастайды. Билли бір секундты босқа өткізбейді. Ол оның артынан жүгіріп келіп, оны дер кезінде ұстап алып, аман-есен
жерге түсірді. Бірақ бұл арада Калипсо стадионның ортасына жетіп, жерге өмір тұқымын отырғызды. Тұқым жерге тиген сәтте оның тамыры көктеп шығады. Тез және кенеттен жерден қорқынышты мифтік жаратылыстар пайда бола бастайды. Минотаврлар, арфалар, циклоптар және химераға ұқсайтын аңдар қаланы шарлап, барлық жерде хаос тудырды. Билли және оның отбасы мұның бәрін көп қабатты үйдің төбесінен бақылап, жағдайдың толығымен бақылаудан шығып кеткенін түсінеді. Дәл осы сәтте олардың қасына Антия келіп, Геспераны көндіруге тырысуы мүмкін екенін айтады. Ол әпкелеріне барып, ағаштың қазір бүлінгенін және жерді құртудың орнына, олар өз патшалығын қалпына келтіру керек екенін түсіндіреді. Геспера тыңдап, Калипсоның шектен шығып кеткенін түсінеді. Ол бұл жойылуды өзі тоқтатуды шешеді. Бірақ кенеттен Калипсоның бақылауындағы айдаһар арттан шабуылдап, Геспераны ауыр жарақаттады. Осыдан кейін Калипсо Антияға шабуыл жасайды. Антия қашуға тырысады, бірақ тым кеш және оның барлық күші жойылады. Ол қарапайым адам сияқты жерге құлап түседі. Енді күші бар, соңғы Билли ғана қалды. Ол отбасына қаланы аралап, жәндіктерді тоқтатуды бұйырады. Ал өзі Калипсо мен айдаһармен бетпе-бет келеді. Оның бауырлары әр көшедегі құбыжықтарды тоқтатуға тырысып, қалаға асығады. Бірақ көп ұзамай бұл жеткіліксіз екенін түсінеді. Дәл осы кезде Дарла бұл идеяны мифтік жаратылыстардың неден қорқатынын сұрайды. Стив қалам жауап жазады. Бұл қауіпті тіршілік иелері жалғыз мүйізділерден қатты қорқады. Сиқыршы нағыз жалғыз мүйізділер ертегідегі сүйкімді жаратылыстар емес. Шын мәнінде өте қауіпті тіршілік иелері екенін үнсіз айтады. Бірақ Дарла Дадли бұған мән бермейді. Ол жалғыз мүйізділердің қараңғы үңгірлерде өмір сүретінін және рагвитпен қоректенетінін біледі. Және көп ұзамай олардың біреуін тауып алады. Бір мүйізділер оны асығады. Бірақ Дарла қорқудың орнына қолында түрлі түсті дрәжелерді ұстайды. Бір мүйізді мүйіз тоқтап, иіскеп, сосын жайбарақат жей бастайды. Осылайша Дарланың жаңа досы пайда болады. Көп ұзамай Дарла бір мүйізді мүйізділер армиясымен қаланы аралап жүр. Және бұл тіршілік иелері барлық басқа қауіпті құбыжықтарды қуып жібереді. Осы уақытта қаланың шетінде Фредди Фриман мен Антия бір топ адамдармен бірге жасырынып жүр. Кенеттен айдаһарға мінген адамдардың санасын бақылау күшін пайдаланады. Бірақ бұл күш Фреддиге әсер етпейді және ол Антияны тез арада сол жерден алып кетеді. Дәл осы сәтте Билли Битсон пайда болып, қызметкерлерді Калипсодан алып кетеді. Ал қазір Билли өмір ағашына бар жылдамдықпен ұшып келеді. Оның айналасында найзағай ойнап, қызметкерлер қарқынды энергиямен жарқырайды. Гесперустың түбінде уәде етілгендей күмбезді алып тастап, Биллидің жолын босатады. Билли қызметкерлерді қолында бар нәрсе ұрды. Билли шабуылға төтеп беріп, айдаһарды ұшуға жіберіп, қатты соққы береді. Қазір қызметкерлер толық зарақталған. Билли Шазам деп айғайлайды және оны бар күшімен жерге түсіреді. Үлкен жарылыс болды. Жан-жаққа жарқыраған нұр төгіліп жатыр. Бүкіл стадион дірілдеп, бүкіл алаңдағы электр жарығы әп-сәтте өшіп қалады. Айдаһар арпылады. Барлық қауіпті тіршілік иелері жоғалып кетеді. Жерде жатып қалады. Оның барлық күші таусылды. Оның отбасы оған қарай жүгіреді. Бірақ тым кеш. Билли жоғалып кетті. Кейінірек құдайлар патшалығында Антия Биллиді құрметпен жерлеу керек дейді. Барлығы ағаштың түбіне жиналып, онымен қоштасады. Дарла сиқыршыдан тыныш сұрағанда, бұл дүниені қайтадан қалпына келтіруге бола ма? Сиқыршы мұны тек шынайы құдай ғана жасай алады деп жауап береді. Енді құдайлар қалмады. Дәл осы сәтте Вандер Вуман кенеттен пайда болады. Бір ауыз сөз айтпастан, ол таяғын көтеріп, оны жерге жабыстырады. Сонда бір керемет болады. Барлық жерде жасыл желек пайда бола бастайды. Ағаштар өсе бастады. Дүние өмірге қайта орала бастады. Антияның күші қалпына келеді. Содан кейін сол сиқыр Биллиге жетеді. Кенет оның тынысы тарылып кетті. Оның көзі ашылды. Ол өмірге қайта оралады. Оны бүкіл отбасы құшақтап жатыр. Құдайлар патшалығы қалпына келтірілді. Қаланың үстіндегі күмбез жоғалып кетті. Ал бәрін құрбан еткен Билли Батсон ақыры үйіне оралды. Бұл фильм сізге қалай ұнады? Төмендегі түсініктемелерде өз ойларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Егер сізге бұл видео ұнаған болса, лайк басуды және басқа да таңғажайып оқиғаларды жіберіп алмау үшін арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше